Атырау Каспий теңізі мен Жайық өзені тоғысқан, қара алтын мен қайсар рухтың мекені. Кең даласы мен асау желі, бұл өңірдің өр мінезін айқындап, ерлік пен еңбектің жырын шертеді. Әр төбесі шежіре шерткен, әр құмы сыр бүккен бұл өлкеде талай арда азаматтың кіндік қаны тамған. Сондай азаматтың бірі Сырым Инжилов еді. Инжилов Сырым Мұхиденұлы 1971 жылдың 19 қыркүйегінде Атырау қаласында Мұхиден Инжилұлы мен Рая Сұлтанғали қызының отбасында дүниеге келген. 13 балалы шаңырақта тәрбиеленіп, Сырым 7-ші болып өмір есігін ашты. 1978 жылы номері 7-ші Әуезов атындағы мектептің табалдырығын аттап, 1986 жылы 8 жылдық білімін тәмамдады. Сол жылы химия училищесіне түсіп, оператор мамандығын игерді. 1989 жылы оқуын аяқтап, еңбек жолын химия зауытында бастады. Сол жылдың күзінде 1989-1991 жылдары Москва қаласында отан алдындағы азаматтық борышын өтеді. Әскер қатарынан оралған соң, еңбек жолын қайта жалғастырды. Сырым мінезге бай, салмақты, бауырмал, айналасына сыйлы, досқа адал азамат еді. 2004 жылы Динара мен шаңырақ көтеріп, отбасын құрды. Өмірге Ұлжан, Камила, Ислам, Айзере есімді ұрпақтары келді. Үлкен қызы Ұлжан Ақтөбе қаласында жоғары білім алып жатса, Камила да Атырау қаласында оқуын жалғастыруда. Әке арманы қыздарының білім алып, елге қызмет ету еді. Өкінішке қарай, ол қуанышты күндерді көру бақыты бұйырмады. Ұлы Ислам мен қызы Айзере мектеп қабырғасында білім алуда. Сырым Мұхиденұлы өмір жолында талай қиындықтарды еңсеріп, өз ісіне жауапкершілікпен қарап, артында өшпес із қалдырды. Отбасында қамқор әке, сүйікті жар ретінде танылды. Ол кісінің қарапайымдылығы, кең пейілі мен адамгершілігі оны білетін жандардың жүрегінде мәңгі сақталады. Еңбегі жұмында да зор құрметке ие болды. 2005 жылдан бастап Матин компаниясында ұзақ жылдар бойы адал еңбек етті. Сырым менен жұмыстас болдым. Екеуміз бір цехта жасадық. Сварщик болды. Слесарь болдым. 10 жылдай жұмыстас болдық. Екеуміз құрдас едік. Жаңағы сәлеміміз дұрыс еді. Сырым енді ол табиғатынан бір ақжелең жігіт еді өзі. Арқылдап, күліп, әркіммен, үлкенмен де, кішімен де жұмыста бәрі құрдас деп, жаңағы қалжыңдасып ойнап жүре беретін, үнемі көңілді жүретін, ешқандай адаммен ұрыспайды, керіспейді. Бір жатақхана жаттық. Бір асханадан тамақ іштік, шай іштік деген сияқты. Енді далада бақытыда жүргеннен кейін адам бір-біріне бауыр басады ғой. Сонымен 10 жылда жұмыстас болдық. Соны 21 жылы өндірістік қажеттілікке байланысты деп Мәтен петролиум мекемесі ғой. Соны Қарарна Көгарна дейтін участогіне аударып жіберді. Одан кейін де хабарласып тұрдық. Кейіннен мына жақта дейтін жақсы екен, бәрі бар. Жаңағы құрдасым айтады, келшейші мына жаққа. Донер, бешбармақ бәрі бар, енді Ақтөбеде жатады ғой олар. Мен айтатынмын, ой, ауасы жаман, бұл жаққа барғым келмейді деп. Сонымен енді Сұмажал арамыздан құрдасымызды ертелік алып кетті. Енді жатқан жері жарық болсын, артында қалған жұбайы бар, ұрпағы бар. Қазақта айтады ғой, өміріңнің жалғасың ұрпағың деп, ұрпақ аман болсын. Жатқан жері жарық болсын.
істейміз, Алланың ісіне шара жоқ. Алейкум, құрметті жамағат. Бүгін мына беріп жатқан сырымның ұжымдасымыздың жылдық садақасы қабыл болсын. Сырым енді бізбен осы ұжымдас бірталай жыл ұжымдас болдық. Өзінің жұмысына тиянақты, адал, жігіттердің ортасында сыйлы жігіттердің бірі еді. Бірақ енді сұмажал ортамызда ерте алып кетті. Бұл Алланың ісі, Алланың ісіне шарамыз жоқ. Адамда ағысы айтады ғой, қанатсыз құс болмайды, армансыз адам болмайды деп. Орындалмаған армандар болса, артындағы жолдасына, ұрпақтарына, бауырларына көруге Алла тағала нәсіп етсін. Әкең өлсе де әкеңді көргені өлмесін дейді. Енді қалған ұрпақтарына өмір жастары ұзақ болсын. Тек көрер қызықтар мол болсын, тек той болсын шаһараттарында. Артында жары Динара мен балалары қалды. Алла тағала отбасына сабыр, ұрпақтарына денсаулық пен ұзақ ғұмыр нәсіп етсін. Сырымның жатқан жері жайлы, иманы саламат болсын. Жаныңды нұрландырып Құран ізгі, жалғасын жақсы ұрпағың мұраңызды. Жұмақтың төрінде бол, қайран ер, жаратқан қабыл етіп дұғамызды. Айдынға аққу қаз оралды, сағындым сені. Жайнады дүние жаңарды, сағындым сені. Жаз өтті жапырақ тоналды, сағындым сені. Аққайың ақ мамық оранды, сағындым сені. Күн батты таң атты тағы да, ем таппай жаралы жаныма. Жоғыңа сенбестен қарайлаймын жолыңа. Сен едің ертегі аралап, дертімнің таба алмай амалын. Таусылып ішімнен барамын ау қараға. Аққайың арылды ақ қардан, сағындым сені. Сандуғаш сайрады бақтардан, сағындым сені. Елесің жоқ болған тәтті арман, сағындым сені. Келесің жаным қай жақтардан, сағындым сені. Күн батты таң атты тағы да, ем таппай жаралы жаныма.
жоғыңа сенбестен қарайлаймын жолыңа. Сен едің ертегі аралым, дертімнің таба алмай амалын. Таусылып ішімнен барамын ау қарағым. Біздерді нұрға бөлеп, өсірген бағып тербеп, аналар болғанымен әкенің орны бөлек. Әкелер асқар таулар, бақытқа бастағандар, көтеріп өмір жүгін, бәйгеден қашпағандар. Сол үшін әкелерге, сол үшін әкелерге тең келмес басқа жандар. Шығарып төрге биік, ақылын бойға жиып, бәріміз бұл өмірде әкені құрметтейік. Әкелер асқар таулар, бақытқа бастағандар, көтеріп өмір жүгін, бәйгеден қашпағандар. Сол үшін әкелерге, сол үшін әкелерге тең келмес басқа жандар. Әкелер асқар таулар, бақытқа бастағандар, көтеріп өмір жүгін, бәйгеден қашпағандар. Сол үшін әкелерге, сол үшін әкелерге тең келмес басқа жандар. Сол үшін әкелерге, сол үшін әкелерге тең келмес басқа жандар.